Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге бисквитті өте аз, крем қоспаса да кремнің дәмі шығатын, өте дәмді, оңай жасалатын, ең бастысы қолжетімді заттардан дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Ең бірінші біз жұмыртқаның сарысын саламыз. Алдын ала ақуызын ажыратып алдық. Қант саламыз. Енді осыны біз жақсылап миксеріміздің көмегімен миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде бізде осы екі қоспамыз жақсылап ағарғанға дейін миксерлеу керек. Міне осындай масса болғанға дейін жақсылап миксерлейсіздер. Менде бұған шамамен 3-4 минуттай ғана уақытым кетті. Миксеріңіздің қуатына байланысты қарайсыздар. Енді келесі кезекте біз ертілген сары май құямыз. Сары майды құйғаннан кейін қайтадан миксеріміздің көмегімен жақсылап тұрып миксерлеп араластырып аламыз. Келесі кезекте біз үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды саламыз. Енді осыны біз жақсылап тұрып миксерлейтін боламыз. Бізде бұл пирогта көріп тұрғандарыңыздай барлығы қолжетімді заттардан жасалады, және де бұл пирогта ұнның мөлшері өте аз. Бұл жерде біз ешқандай құрамына крем қоспасақ та кремнің дәмі ерекше болып, әдемі болып шығып тұрады, және де өте оңай жасалады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бізде ұнымыз толықтай міне жақсылап араласты. Енді біз қазір осы сұйықтығымыздың үстіне сүт қосатын боламыз. Сүтті міндетті түрде алдын ала жылытып алыңыздар. Мен микроволновкада жылытып алдым, шамамен 1,5 минуттай жылыттым. Бізде сүтіміз жылы болуы керек. Сүтімізді құйғаннан кейін қайтадан миксермен миксерлеп алатын боламыз. Бізде сұйықтығымыз қою болмайды, өте сұйық болуы керек. Қазір сіздерге соңында қандай сұйықтықта болғанын көрсететін боламын. Міне менде осындай сұйықтықта болды. Енді біз басқа жаққа алып қойып, басқа ыдысымызда, құрақ ыдысқа жұмыртқаның ақуызын саламыз. Осы жұмыртқаның ақуызын миксеріміздің көмегімен ағарып көпіргенге дейін араластырамыз. Міндетті түрде барлық ыдыстарыңыз құрғақ болуы керек, және де жұмыртқаның ақуызы тоңазытқышта тұрып, яғни салқын болуы керек. Міне біз өзімізге қажет массаны алдық, осындай қоюлықта болуы керек. Енді біз қазір осы ақуызымызды сұйықтығымызға қосатын боламыз. Сұйықтығымызға салғаннан кейін біз лопатканың көмегімен араластырамыз. Толықта бізде барлығын біріктіріп, сұйық болғанға дейін араластырмаймыз. Бізде ақуыздарымыз сәл осылай кесек-кесек болып тұруы керек. Қазір шамалы уақыт қана араластырамыз, өте қатты көп араластырып керек емес. Міне бізде осындай сұйықтық пайда болды. Бұл пирогты пісірмес бұрын міндетті түрде духовкаларыңыз алдын ала қыздырып алыңыздар 160 градусқа дейін. Мендегі қолданып жатқан форма диаметрі 22 см. Міндетті түрде осындай форма қолданыңыздар. Егер кольцо қолданатын болсаңыздар, бізде сұйықтығымыз төгіліп кетуі мүмкін, сондықтан осындай асты бүтін форма қолданғандарыңыз дұрыс болады. Алдын ала 160 градуста қызып тұрған пешімізде шамамен 60 минутта пісіріп аламыз. Одан кейін міндетті түрде салқындатып алыңыздар. Қараңыздар, менде пирогым дайын болды. Біз пирогты пісірген кезде өзінің астыңғы бөлігі осылай крем сияқты болып бөлініп, үстіңгі бөлігінде тек қана кішкентай жұқа бисквиті қалады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Үйдегі бар қолжетімді заттардан осындай дәмді пирог жасап алсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.